болашағыңа алаңда, бірақ Аллаға тапсыр. Инша Алла, Құдай қаласа деді. Көрдіңіз ба? Ал өткен шағыңа өкінбе дейді. Бірісің өтіп кетті. Болды ма, болмады ма? Алла тағала маған иншалла бұдан да жақсырақ жол береді деп айтты. Көрдіңіз ба? Өзіңе сен. Ары қарай алып шығады иншалла. Алла тағала сол үшін Құранда айтады: «Фаиза азамта фатаваккал алалла». Егер сен бір нәрсені түйдің ба, Аллаға тәуекел ет дейді. Болды. Өйткені байқадыңыз ба, көп адам басқа адамның пікірімен өмір сүреді. Жұрттың баласы не дейді, жұрт не дейді, жұрт не алып қарайды, қалай боламын? Жоқ. Егер тәуекел еттің ба, сен Алланың алдында жауап бересің. Басқа ешкімнің алдында жауап бермейсің. Сол үшін